Балақай, сәлеметсің бе? Қалың қалай? Бүгінгі күнің қалай өтті? Сен ата-анаңа үй шаруасына көмектесіп жүрсің бе? Жарайсың. Сен өте ақылды баласың. Әрине, ата-анаңа үйде қолғабыс жасау керек. Енді менің ертегімді тыңдауға дайынсың ба? Мен бастай берейін бе? Жақсы, бастайық. Бүгін саған мен қу түлкі жайлы ертегі айтып беремін. Осыған дейін де ол қу түлкі жайында ертегі тыңдағансың. Есіңде ме? Бүгін тағы да түлкі жайлы болмақ. Орманда жолбарыс бір күні түлкіні ұстап алады. Ал түлкі жолбарысқа былай дейді: сен мені жей алмайсың. Мен бұл орманға қожалық етуге келгенмін. Деп құйрығын бұлғаңдатып, тұмсығын жоғары көтереді. Ал жолбарыс болса, таңданып, түлкіге олай бір, бұлай бір қарап, сенбей, мүмкін емес, дейді. Жолбарыс ол ең күшті жыртқышаң ғой. Сенбесең, менімен бірге жүр. Ормандағы барлық аңдардың қалай қорқатынын өз көзіңмен көр, дейді түлкі. Жолбарыс түлкінің артынан еріп келе жатады. Ал түлкі болса, паңданып, жолбарыстың алдына түсіп келе жатады. Ал жолбарысты көрген аңдар қайтеді? Әрине, зәре құттары қалмай, барлығы тым-тырақай қаша жөнеледі. Аңдар үндеріне тығылады, құстар болса аспанға ұшып кетеді. Ал қу түлкі болса, тұмсығын одан ары көтеріп, ал енді көзің жеткен шығар. Менен қорықпайтын тірі жан бар ма? Деп мақтанады. Алданған жолбарыс: иә, сен шынында да айбарлы екенсің, деп түлкіні жайына қалдырып, өз жөніне кеткен екен. Сөйтіп, қу түлкі өзінің айлакерлігінің арқасында аман қалған екен. Ал қазір ұйқыға жата ғой. Кездескенше сау бол.